Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздердің назарларыңызға 2-ші сыныпта қазақ тілі пәнінен отбасым және достарым тақырыбында өтілген сабағымды және сабақ барысында тілдік дағдыларды қалыптастыруға арналған қалыптастырушы жұмыстарымды ұсынамын. Қалыптастырушы бағалау оқушы жетістігін жақсартудың тиімді негізі болып табылады. Қалыптастырушы бағалау бұл оқу бағдарламасындағы оқу мақсаттарына жетуге көмектеседі. Қиындықтың алдын алуға мүмкіндік береді. Оқу үрдісінде оқушылардың білімі мен дағдыларының қалыптасуын, білімді меңгеру деңгейін анықтайды. Қалыптастырушы бағалау кезінде оқушыға үнемі үздіксіз кері байланыс беріледі. Бұл оқудағы іс-әрекеттің әр кезеңінде түрлі әдістер мен тәсілдерді қолдану арқылы жүзеге асырылады. Қалыптастырушы бағалау бұл оқушының оқу жетістіктері туралы шынайы ақпарат береді және оқу үрдісін жетілдіре түседі. Қалыптастырушы бағалау жүйесінің негізгі міндеттері бұл оқу үрдісінде бағалаудың қызметі мен мүмкіндіктерінің аясын кеңіту. Жүйелі кері байланыс арқылы оқушылардың үнемі өзін-өзі жетілдіріп отыруына жағдай жасау. Жалпы қалыптастырушы бағалаудың 5 түрі бар. Бұл оқушылар мен нәтижелі кері байланыс, оқу үрдісінде оқушылардың белсене қатысуы, оқу үрдісіне нәтижеге жету үшін түзетулер енгізу, оқушының уәжін арттыру, оқушының өз деңгейі мен жетістігін бағалауы. Мұғалім сабақты жоспарлағанда оқушылардың тілдік дағдыларын қалыптастыруға арналған тапсырмаларды сабақ мақсатына негіз етіп жоспарлайды. Бүгінгі сабақтың мақсаты бұл тыңдау арқылы сұрақтарға жауап беру, оқиға желісін сақтай отыра әңгімені жалғастыру. Осы сабақ негізінде оқушылар тыңдалым алды, тыңдалымнан кейінгі тапсырмаларды орындай отыра айтылым дағдыларын қалыптастырады. Оқушылар әңгімені жалғастырып, өз жоспарларын құруға үйренеді. Оқушылардың тілдік дағдыларын топтық, жұптық, жеке жұмыстар арқылы қалыптастыруға бағыттадым. Оқушы жетістігі мен нәтижесін өзара бағалау, мұғалім мен оқушы кері байланысы және мұғалімнің бағалауы арқылы анықтай алдым. Бұл сабақта тыңдалым дағдысын қалыптастыруға арналған бірнеше стратегиялар қолданылды. Тыңдалым арқылы оқушылар мәтінді түсінеді. Алынған ақпаратты тілдік қарым-қатынаста қолдана алады. Тыңдалым басталмас бұрын оқушыларға нақты нұсқаулық берілді. Оқушы сабақ басында сабақтың барлық кезеңдерімен танысады және қандай жұмыстар күтіліп тұрғандығын, күтілетін нәтижені анықтайды. Сондықтан да сабақтың басында олар барлық кезеңмен танысты және әр тапсырмадан кейін өздерін бағалап отыратындығы ескертілді. Ол үшін сабақтың әр кезеңі жазылған түрлі түсті пойыз суретін ұсындым. Осы пойыз суреті арқылы сабақтың әр кезеңдері беріледі. Әр кезеңін оқушы қосу алу белгісі арқылы өз жетістігін бағалап отырады. Тыңдалым алды тапсырмасы бұл сөздердің мағынасын анықтаудан басталды. Сөздермен жұмыс істеу үшін оқушыларды шағын топтарға бөлдім. Бірақ топтағы оқушылар өздері жеке жұмыс істейді. Бұл жерде оқушы қабілетін де ескердім. Қабілеті жоғары оқушылар берілген жаңа сөздердің мағынасын анықтап, болжап, қалған оқушыларға түсіндіруге тырысты. Екінші және үшінші топтағы оқушылар сөз мағынасы анықталғаннан кейін осы сөздерменен сөйлемдер құрастырады және осы сөздермен сұрақтар құрастырады. Оқушылар жеке жұмыс арқылы өздігінен жұмыс істеуге үйренеді. Бастауыш сыныптан бастап оқушыларды сөздерді аудармасыз қабылдауға дағдыландыруымыз керек. Ол үшін сөздің мағынасын өздеріне анықтатып, болжатуға дағдыландырамыз.
Мұғалім жаңа сөзді аудармасыз қабылдату арқылы оқушыларды ойландыруға үйретеді. Бұл тапсырма оқушылардың сөздік қорын дамытып, қызығушылығын арттырады. Жалпы, тыңдалым дағдысын қалыптастыруда болжау маңызды стратегиялардың бірі болып табылады. Бұл әдіс арқылы кілт сөздерді тыңдалымға дейін пайдаланып, мәтін мазмұнының не туралы болатындығын болжайды. Оқушылар бір-бірін тыңдап отыра, жаңа сөздермен жұмыс істеуге дағдыланады. Бүгін екі түрлі дағдымен жұмыс істейміз. Бізде бүгін тыңдалым болады. Тыңдаймыз, жауап береміз және сөйлейміз. Түсінікті ме? Тыңдаймыз және сөйлейміз. Енді қандай жұмыс түрлері болады бізде бүгін? Тақтаға қарайықтарымыз. Бүгін сабақта біз жаңа сөздермен жұмыс істейміз. Ол сөздер бізде тыңдалымда керек болады. Екінші, тыңдалым бойынша сұрақтарға жауап береміз. Тыңдалым бойынша. Үшінші, тыңдалым бойынша әңгіме құрастырамыз және өзіміздің жоспарымызды құрастырамыз. Түсінікті ме? Әр сабақта, әр тапсырмадан кейін өздеріңді бағалайсыңдар. Түсінікті ме? Міне мынау пойыздың астына өздеріңнің бағаларыңды қойып отырасыңдар әр сабақтан кейін. Түсінікті ме, балалар? Түсінікті. Ендеше біз бұлай жұмыс істейміз қазір. Оны маған қарап тұр. Жаңа сөздерді беремін. 3 оқушыға беремін. Бірақ бір-бірімізбен сөйлеспейміз. Бір-бірімізден ақыл сұрамаймыз. Демалыс. Түсіндіреді бізге. Демалыс ол қашан бір адам көп демалады. Қашан ол ештеңе істемейді. Қандай болады демалыстың түрлері? Қалай демалуға болады адам? Саяхатта, ауылда. Жақсы, өте жақсы. Түсінікті ме демалыс деген сөздің мағынасы? Түсіндік. Келесі Зарина. Сәтті күн. Қандай нәрсе ол? Ол қашан күн жақсы болады. Тыңдаймыз. Бұл күнді болады. жақсы. Сәкінілдісің. Бұл сәтті күн, жақсы. Даже жоспар кішкене сұрақ сияқты болады. Сосын Тыңда. Даша, сен қай кезде жоспар құрасың өзіңе? мен қашан далаға барамын. Сосын. Сосын мен әр сабаққа барғанда мен бірінші жоспар құрамын. Қандай жоспар құрасың мысалы? Не істеуге болады? Өте жақсы, рахмет. Ал жақсы, түсінікті ме сөздердің мағынасы? Жоспар, демалыс, сәтті күн, е? Ендеше біз... Демалыс. Мен бүгін демалдым. Демалдым, жақсы. Сәтті күн. Менде бүгін өте жақсы күн болды. Өте жақсы, сәтті күн болды. Ал сұрақ. Жоспарлау ол не? Жақсы. Сәтті күн беді. Оқушылар сабақ басында ескертілгендей, бірінші тапсырмадан кейін өздері бағалайды. Орындарына барғаннан кейін алдарындағы пойыз суреті бойынша оқушылар өздеріне баға қояды. Сонда оқушы кез келген жұмыстың бағаланатындығын, ол белгілі бір дағдыны қалыптастыруға арналғандығын түсінеді. Сабақта тыңдалым дағдысын қалыптастыруға сөзді анықта, 5 маңызды сұрақ, әңгімені жалғастыр сияқты стратегияларды қолдандым. Келесі тапсырмада оқушылар тыңдап отыра 5 маңызды стратегиясы бойынша тапсырманы орындайды. Бұл жерде кім, қашан, қайда, кіммен, неліктен сұрақтары арқылы тапсырманы орындады. Оқушылар тек қана мазмұнды түсініп біліп қоймай, олар сыни ойлау дағдысын да қалыптастырады. Оқушы тыңдап отырып, сұраққа жауап беруге дайындалады. Тапсырманы орындау барысында бастауыш сынып оқушыларын
Әрқашанда оқушылардың әрқашанда жас ерекшелігін ескеруіміз керек. Бастауыш сынып оқушыларына әрқашанда мұғалім қолдауы қажет. Қолдау барысында мұғалім дайын жауапты бермейді, оқушыны ойландыруға бағыттайды, немесе оның бағытын анықтайды. Оқушыны жетекші сұрақтар арқылы сыни ойлауға, өздігінен ізденуге, білімін қолдана білдіруге дағдыландыруымыз керек. Мұғалім бала дұрыс жауап беру үшін оған уақыт береді. Егер де бала қателессе, жетекші сұрақтарды қойып, баланың өзін дұрыс жауапты табуға бағыттайды. Және қандай күн болды? Қандай күн болды? Қандай күн? Жаңа сөз жаңа. Есіңе түсір. Дима. Күніміз күн олар. Дұрыс айтасың. Қандай күн олар? Дұрыс, иә? Оқушылар тыңдалым мәтінін берілген сұрақтар арқылы меңгерді. Оқушы сұраққа нақты жауап бере отыра, әңгімедегі отбасының демалыс күнгі жоспарын анықтайды. Бұл жұмысты орындап болғасын, оқушыларды жұпқа бөлдім, бір-бірінің жауабын оқып, бір-бірін бағалауды ұсындым. Бұл тапсырмада бағалау кезінде оқушыларға дайын жауап парағын ұсындым. Оқушылар дайын жауап парағы арқылы бір-бірін тексереді. Алдында айтылып өтілгендей, жаңа 5 сұрақ берілді. Кім, қашан, қайда, кім мен неліктен. Осы сұрақтарға жауап парағында жауап беріледі. Мұғалім өзі дайын жауапты жазып береді. Оқушылар орындаған тапсырмаларын дайын жауап парағы арқылы тексереді. Мысалы, кім? Бала. Қашан? Демалыс күні. Қайда? Саяхатқа. Кіммен? Отбасымен. Неліктен? Демалу үшін. Осы дайын жауап парақтары арқылы оқушылар егерде барлық сұраққа дұрыс жауап берсе, қосу белгісін қояды, ал егер жауаптары толық болмаса, алу белгісін қояды. Тек қана осы белгіні қоймай, осы балалар ол белгіні неліктен, не себепті қойғандығын ауызша айтып береді. Мұғалім сабақта өзіндік бағалау мен өзара бағалау арқылы оқушының өзіне деген сенімділігін арттырады. Оқушыларға өз нәтижесін бағалауға қатысу ұнайды. Сыныптастарын бағалау оқушылар арасында маңызды роль атқарады. Себебі ол ынталандыру деңгейін көтереді, сынды қабылдауға үйретеді. Нақты бағалау критерийлерінің болуы оқушылар арасында сұрақ туғызбайды. Қалыптастырушы бағалау күнделікті сынып жұмыс үрдісінде ағымдағы оқушының білімі мен қабілеттерінің меңгеру деңгейін анықтауға арналған. Оқушылардың қиялын, сыни ойлауын дамыту мақсатында тыңдалымнан кейін әңгімені жалғастыру тапсырмасын ұсындым. Оқушылар тыңдалған мәтінді жалғастырып, әңгімелеу керек болды. Бұл жердегі негізгі мақсатым оқушылардың тыңдалым кезіндегі мәтінді түсіну деңгейін анықтау болды. Оқушылар мұғалім бастаған әңгімені жаңағы тыңдаған мәтін желісінде арман қара жалғастыру керек болды. Бұл жерде мәтіннің мазмұнын жалғастыру арқылы бір-бірін мұқият тыңдауға дағдыланады. Бағаланатын дағды бұл байланысты сөйлемдер құра білу, бір-бірінің ойын жалғастыру. Оқушылардың жауаптарын мұғалім дұрыс, жақсы сияқты мадақтауларын қолдап отырды. Ол оқушының сенімділігін арттырады, қателіктер жіберудегі үрейін азайтады. Және бұл топтық жұмыста оқушылардың жауапкершілігі артады. Яғни әңгіме желісін үзбей баяндау үшін бір-бірін мұқият тыңдайды және әрбір сөйлем үшін әр оқушы жауапты болады. Ендеше біз өзіміздің әңгімемізді құрайық. Олар міне дүкенге келді. Арман қарай не болуы керек? Олар қалай демалды деп ойлайсыңдар? Ал жақсы. Олар дүкенге келді. Жалғастырамыз. Бір-бірімізді жалғастырамыз. Тыңдап тұрыңдар.
Болат өзіне әдемі доп Сатып? сатып алды. Жақсы. Сосын не істеді олар? Содан Болат көңілді болды. Сосын олар саяхатқа барды. Саяхатта футбол ойнады. Олар жеміс жидектерді жеді. Саяхатта. Жақсы. Сосын не істеді? Сосын олар Не істеді саяхатта? саяхатта тамақ жеді. Жақсы. Сосын? Сосын олар Оқушылар тапсырманы орындағанда күтілетін нәтижені анық білуі керек. Сабақтың нәтижесі оқушылардың өз жоспарын құру болды. Олар тыңдалымдағы отбасының демалысқа бару жоспарын тыңдап, осы жоспар негізінде сюжетті сурет арқылы өз жоспарларын құра алуы керек болды. Бұл алдағы уақытта өздеріне күнделікті өмірде жоспар құруына аса маңызды, аса керек жұмыс түрі. Оқушылар тапсырманы жеке орындады, өздерінің қалаулары бойынша топ алдында оқып берді. Бұл тапсырмада негізінен шағын сөйлемдер арқылы өз жоспарларын құру, айтып беру керек болатын. Ал тапсырмада мен оқушылардың жоспар құра алуын және іс-әрекетті тізбектеп ретімен айта алуын бағаладым. Ол үшін оқушыларға тапсырманың алдында нақты критерийлер ұсынылды. Бұл қысқа сөйлемдермен айту, іс-әрекетті ретімен жазу. Оқушыларға бұл жұмысты орындау қиындық келтірмеді. Себебі оқушылардың алдында нақты критерийлер болды. Осы нақты критерийлер арқылы әр оқушы өзінің жоспарын құрып, топ алдында оқып берді. тамақты дайындау, Қарай оқы. балды шақыру, демалысқа бару және киімді дайындау. Дайындау. Жақсы. Қандай киімдер аласың сен демалысқа? Көйлек, шалбар. Аяқ Мен мына суретті таңдадым. Жақсы. Менің жоспарым тамақты және киімді алу, сөмкеге керекті заттарды салу, көйлекпен демалыс орынға Өте жақсы. Отыра бер. Қалай демалады деп ойлаймыз, Уляна балалар? Даша, қалай ойлайсың? сәтті. Сәтті демалады. Қалыптастырушы бағалау бұл оқытудың ажырамас бір бөлігі болуы тиіс. Ол қосымша жаттығу жұмыстары немесе бақылау жұмыстары ретінде қарастырылмайды. Оқу бағдарламасындағы бөлімнің әрқайсысындағы оқу мақсаттары, күтілетін нәтижелері қалыптастырушы бағалаудың тәжірибелік мазмұнын анықтайды. Әр мұғалім қалыптастырушы бағалауды өз тәжірибесіне сүйеніп құрастыра алады. Мұғалім сыныптағы оқушылардың қабілетін, оқу мақсатының мазмұнын ескеріп қалыптастырушы бағалауды ұйымдастырады. Мұғалім қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыруда оқу бағдарламасын, оқу жоспарын, оқу мақсаттарын басшылыққа алуы керек. Сабақтың оқу мақсаты негізінде бағалау критерийлерін құрастыруға болады. Қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын құрастыру кезінде негізінен саралауға, тілдік дағдыларға сәйкес тапсырмаларды қарастыруымыз керек. Бағалау кезінде мұғалімнің шешімі анық болу үшін тапсырмалардың критерийлері дәл нақты болуы керек. Бұл мұғалімге оқушылардың тапсырманы орындау кезеңінде қандай қиындық туғызғанын анықтауға мүмкіндік береді. Және де бұл оқушы мен олардың ата-аналарына кері байланыс жасауға жағдай жасайды. Олқылықтар менен қиындықтарды уақытында шешуге ықпал етеді. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.